Ассалаумағалейкум, жиналған қауымдар, қонақтар, мырзалар, ханымдар. Менің есімім Байлаған Мұхит болады, Төлеби ауданының тумасымын. Мен тума бір үйрекпін. Ол 101 адам болады екен, ондай болады екен. Мен Қазақстанның медицинасына сенбей, Шымкенттің медицинасына сенген, Өзбекстанға да барып тексеріп келгем. Бұған дейін Асан GPC Асанға дейін мен нені мақтады, маған не мақталып келеді, көрмеген нәрсені алып іштім. Россиянын да іштім, түгел іштім, Аллаға шүкір, ембейдің витаминдерін де іштім. Бірақ шыны керек, ембейден сәл мен қалтам көтермеді, сәл қымбаттау болды маған, шыны керек. Ал енді уақыт келе осы Асанның нелері келді, өзімнің туған жездеммен әпкем, Талғат пен Раушан деген, сол кісілер осының өнімдерін маған көрсетті. Алдында енді соншама нәрсені ішкеннен кейін адамда сәл сенімсіздік пайда болады, сомнение болды. Уже Қазақстандығы өзіміздің осы Алатаумен беріліп жасалған дегеннен кейін мен уже шөп бәрі дегеннен кейін алып ішіп бастадым. Аллаға шүкір, міне алдарыңызда тұрмын, сау адамдай. Қазір энергиям бар, мен бұрын жататынмын, гемодиализде кейін ұйықтайтынмын. Өмірім өтіп жатқан уақыт еді. Ал енді Аллаға шүкір, осыны ішкелі бері энергия бар. Жұмысымды да істеп жатырмын, басқа жұмысқа да шауып барып келіп жатырмын. Осында да мынандай мен ортада бір жарты сағат отырсам, мынандай шуды, шапалақты, сықылды көтермейді. Давление деген тез ашылғанша көп кеткен тұғым, сондай біраз басылды. Шайын да іштім, морской тоникін де ішіп жатырмын, сердечныйын да іштім. Өніммен қалдырмай ішіп жатырмын. Ішіңіздер әуелі Алла, одан кейін айтатыным осы Асан ағамызға Алланың нұры жаусын. Осынша қазақ елінде осындай продукцияны ойлап тапқан, бәрімізге бұл жерде көбісі енді емізікке отыр ғой, шыны керек. Емдеріңіз табылып, бұл жерде қаражат та бар, көріп отырсыздар. Адамда ең бірінші шыны керек, мынау жанымыз сау болса, барлық нәрсе қол жеткізуге болады. Жандарыңыз сау болсын, ауырмаңыздар, бай уақытты болыңыздар, осы компанияның бриллианты болыңыздар, бақытты болыңыздар. Бүйректің размері бұрын 6 жылда гемодиализде жүргенде уже бүйректің қызметін аппарат атқарғаннан кейін бүйрек уже естиді, соғып бастады. Қазір уже кішкене результат бар, бүйрек қалпына келіп жатыр.